Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын пирожкидің жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін пирожкиді сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Оның үстіне жылы суды құямыз. Ашытқыны саламыз. Қантты саламыз. Тұзды саламыз. Содан соң жұмыртқаны ағуызын құямыз. Сұйық майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен алдын ала ұнды електен өткізіп алдым. Бастапқы кезде қасықпен араластырып, ары қарай қолмен илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Мерзімі өтпеген жақсы ашытқыны қолданыңыздар, сонда сіздің қамырларыңыз жақсы көтерілетін болады. Қамырымыз көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Келесі жасайтынымыз салмасын дайындаймыз. Ол үшін картопты суға пісіріп аламыз. Содан соң қызып тұрған табаға сұйық майды құямыз. Ұсақтап туралған пиязды салып, сарғайғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте ыдысымызға піскен картопты саламыз. Оның үстіне қуырылған пиязды саламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Барлығын жақсылап езіп, араластырып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын, 1 сағатта көтерілді. Қолымызды аздап майлап аламыз. Ешқандай ұн пайдаланбаймыз. Қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Мен барлығы бірдей болу үшін 60 граммнан өлшеп алдым. Бөлінген қамырларды видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Дайын болған қамырлардың бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің қамырларымыз тағы да көтерілетін болады. Мінекей 10-15 минуттай тұрды, қамырымыз тағы да көтерілді. Дайын болған қамырларды қолымыздың көмегімен басыңқырап жаятын боламыз. Ұн және оқтау пайдаланбаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан қолымыздың көмегімен жақсы жайылады. Дайын тұрған салмадан 1 ас қасықтай толтырып саламыз. Қамырымыз пісіп жатқанда ашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап түйіп бекітеміз. Қамырды қатты жұқада, қалың да етпей, орташа етіп жаямыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Осы рецептпен 19 дана пирожки шықты. Барлық қамырларды осы видеодағыдай жасап шығамыз. Дайын болған пирожкилерді формаға пергамент қағазын төсеп саламыз. Формаға орналастырғанда бір-біріне қатты жақындатпаймыз. Пісіп жатқанда бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достары, пирожкилеріміз дайын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Менің отбасыма қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.